Ұлттық валютаның болуы мәдениеттің экономикалық тәуелсіздігі мен егемендігін айқындайтын негізгі көрсеткіштердің бірі болып саналады. Ұлттық валюта дербес ақша, несие саясатын жүргізуге мүмкіндік береді. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Ішкі нарықты қорғайды. Сыртқы экономикалық дағдарыстарға дер кезінде жауап беруге жол ашады. Сондықтан ұлттық валюта бұл тек экономикалық немесе қаржылық айналым құралы ғана емес, егемен мемлекеттің негізгі атрибуттарының бірі. Өз валютасының болуы елдің саяси дербестігін, экономикалық егемендігін және ішкі сыртқы қаржылық саясатын өз бетінше жүргізе алатын қабілетін білдіреді. Ұлттық валюта мемлекеттің тұтастығы мен тұрақтылығының айқын көрінісі. Теңге Қазақстан Республика азаматтарының күнделікті өмірмен тығыз байланысты. Ол жалақы төлеуде, сауда-саттықта, қызмет көрсету саласында, жалпы экономикалық қатынастардың барлығында кеңінен қолданылады. Осы тұрғыдан алғанда, теңге ел экономикасының жұмыс істеу тетігі ғана емес, қоғамның әлеуметтік ахуалын да айқындайды. Сонымен қатар ұлттық валюта мемлекеттің тарихи жолын, тәуелсіздік кезегіндегі қалыптасу тәжірибесін және ұлттық бірегейлігін бейнелейді. Теңге Қазақстанның өз даму бағытын таңдағанын, қаржылық және институционалдық тұрғыдан дербес мемлекет ретінде орныққанын көрсететін танымал әрі мағыналы нышан. Осы себепті ұлттық валюта қаржы жүйесінің элементі болуымен қатар, мемлекеттің егемендігі мен тұтастығын білдіретін символды мәнге ие. Ұлттық валютаның мәртебесін Конституция деңгейінде бекіту Қазақстан Республикасының экономикалық дербестік қағидатын айқындауға мүмкіндік береді. Бұл теңгенің институционалдық маңызын атазаң деңгейінде нақтылап, қаржы валюта айналымы саласында мемлекеттік саясаттың сабақтастығын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада қаржылық және макроэкономикалық тұрақтылығын құқықтық негіздерін нығайтады. Осы мәселені Конституцияда бекіту арқылы оны түбегейлі шешіп, болашақта әр түрлі алып қашпа пікірлер және алыптастарлық әңгімелерден алдын алар едік. Алайда жаһандық қаржылық архитектураның өзгеруі, сондай-ақ халықаралық деңгейде балама есеп айырысу тетіктері мен жаңа төлем құралдарының кең көлемінде талқылану жағдайында ұлттық валюта мәселесін нақты әрі айқын реттеудің маңызы арта түсуде. Мұндай кезеңде мемлекеттің өз валютасын қатысты ұстанымын ең жоғарғы құқықтық деңгейде бекіту ерекше өзектілікке ие. Ұлттық валютаның мәртебесін Конституцияда бекіту не береді? Ол экономикалық дербестіктің нақтылайды, теңгенің институционалдық маңызын күшейтеді, қаржы саясатының сабақтастығын қамтамасыз етеді, әр түрлі алып қашпа пікірлердің алдын алады. Қазір теңге мәртебесін заңмен реттелген Қазақстан Республикасы ұлттық банк туралы заңға сәйкес ұлттық валюта теңге. Алайда әлемдік қаржы жүйесі өзгеріп жатқан жағдайда бұл мәселені Конституция деңгейін нақтылау аса маңызды деп ойлаймын.